12 мамырда мәжілістің пленарлық отырысында цифрлық даму және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Мусин республикалық бюджетке жыл сайын Байқоңыр кешенін пайдаланған үшін $115 миллион сомасында қаржы түсетінін айтты. Бұл ақпараттың қаншалықты шындыққа сәйкес келетінін ашық деректен тексеріп көрейік. Байқоңыр ғарыш айлағы сақталып, ойдағыдай жұмыс істеуде. Республикалық бюджетке жыл сайын Байқоңыр кешенін пайдаланғаны үшін $115 миллион доллар сомасында ақы түседі. Байқоңыр кешенін жалға алған 27 жыл ішінде республикалық бюджетке шамамен 3,1 миллиард доллар түсті. Ресей Федерациясы мен Қазақстанның 1994 жылғы 10 желтоқсандағы Байқоңырды жалға алу туралы келісімшартын қарап көрейік. Шартта расымен Ресей тарапының $115 миллион төлейтіні көрсетілген. Бұл соманы 27 жылға есептесек, 3 миллиард 105 миллион долларды құрайды. Келісімшартқа сәйкес 1995 жылдан бастап Ресей Қазақстанға $115 миллион бір жыл ішінде 4.90-ға бөліп төлейді. 1994 жылғы 10 желтоқсандағы келісімшартта жалға алу мерзімі былай көрсетілген. Келісімшарттың 4-ші бабында Байқоңыр кешені 20 жылға жалға берілгені көрсетілген. Егер екі тарап келісімшартты тоқтатуға байланысты шарт мерзімі аяқталғанға дейін 6 ай бұрын ескерту жібермесе, жалға алу уақыты 10 жылға созылады. Ал 2004 жылы 9 қаңтарда жалға алу мерзімі 2050 жылға дейін ұзартылған.